Сәлеметсіздер ме балалар, бүгінгі өтетін тақырыбымыз болашақ қаласына саяхат. 121 сабақ істеу. Бүгін осы сабақта тыңдаған мәтін бойынша өз пікірімізді айтамыз және істеулермен танысып, оларды мағынасына қарай ажыратамыз. Яғни бірінші тапсырмаға назар салайық, мәтінді тыңда дейді. Ал мен оқиын. Қазақстан экономикалық кедергілерге қарамай қиындай күрделі шешім қабылдады. 1997 жылы республиканың астанасы Ақмолаға көшірілді. Бұл шешім басқа елдерді де таңғалдырған еді. Аз ғана уақыттың ішінде бұрынғы провинциялдық қала адам танымастай өзгерді. Есілді бойлай президент сарайы, парламент ғимараты, хан шатыр, бейбітшілік пен келісім сарайы, алау мұз айдыны сарайы, көп қабатты тұрғын үйлер мен ғимараттар жаңаша бой көтерді. Қазақ хандығының негізін салушылар Керей мен Жәнібек хандарының қазақтың үш атақты биі Төле би, Қазбек би, Әйтеке бидің ескерткіштері халқын болашаққа бастағандай бейнеленген. Аспанға атылған ақ парыз мүсіні жас Қазақстанның 21 ғасырдағы жарқын да бақытты болашағының символындай елестейді. Астанамыз Нұр-Сұлтан қаласының болашағы әлі алда. Ол болашақтың қаласы, менің отаным тәуелсіз Қазақстан кітабынан. Ал енді балалар тыңдаған мәтіннің мазмұны бойынша пікіріңді айт дейді. Мысалы, мен пікірімді айтсам, бұл жерде тыңдаған мәтін бойынша мазмұнында айтылған пікірімді айтсам, өте жақсы істелген. Осы қаншасыншы жылдан бастап Ақмолаға көшірілгені және қандай нелер салынғаны туралы айтып, пікірім өте жақсы. Келесі айтады, мәтін не туралы? Мәтін осы Ақмолаға қаншасыншы жылы көшірген, не салынды, осы астанамыз Нұр-Сұлтан қаласы қалай өзгерді, сол туралы айтылған. Келесі, мәтінді тыңдау барысында көңіліңе қандай сезім ұялады? Маған өте жақсы сезім ұялады. Сендерге ше? Астананы, яғни қазіргі Нұр-Сұлтан қаласын неліктен болашақтың қаласы дейді? Ол Қазақстанның бас астанасы Нұр-Сұлтан қаласы, сондықтан оның болашақтың қаласы. Ол жерде көп нәрсе бар. Хан шатыр мысалы, парламент ғимараты бар, көп президент сарай, бейбітшілік пен келісім сарай көп бар, балалар, көп немелер. Ал енді балалар арасында мәтінге қараймен жазылған сөздерді ұққан мағынасына назар аудар дейді. Бұл жерде балалар аз ғана, бұрынғы, жаңаша дейді. Бұның бәрі істеу. Ал енді ережесіне назар салайықшы. Ережесі іс-әрекеттің мезгілін, мекенін, сын қимылын білдіретін сөз табын істеу дейді. Істеулер қашан, қайда, қалай деген сұрақтарға жауап береді. Жүрдек пойызбен Елордаға тез келдік. Түнде қала көшелері жап-жарық. Биыл Астананы көруге бардым. Мұның бәрі істеу сөздері. Бұл жерде аз ғана, бұрынғы, жаңаша деп тұр. Бұның бәрі істеу сөздері, байқағанымыз осы. Келесі екінші тапсырма, сөздерді оқып, былтыр күндіз төмен, кенеттен алда, жорта жоғарыға. Бұл сөздерді етістіктермен тіркестіріп жаз. Сұрақ қойып, қай сөзбен байланысып тұрғанына назар аудар дейді. Мен жаздым, сендерге көрсетейін. Міне балалар, осы былтыр өз туған жеріме барып келдім. Міне осылар барлығын жаздым. Міне. Үшінші тапсырмаға назар салайық. Ребусты шешуіндегі істеулерді қарастырып сөйлем құра дейді. Ал бұл жерде балалар қандай сөз шығады? Ойланыңдар. Қазір деген сөз шығады. Мына жерде алда. Мен сөйлем құрадым, сендерге көрсетейін. Бұл жерде балалар бізге осы ребустың шешкен сөзге неме құра дегенде мен қазір сабақ басталады дедім. Енді қазір не болып жатқаны осы шақта айту керек, мысалы алда әлі өмір бар деп айттым, мен жаздым. Бұл келер шақ, Алла қаласа, балалар. Келесі жаттығуға көшейік. Төртінші жаттығу, істеудің мағыналық түрлерін тиісті сөздермен сәйкестендір дейді. Бұл жерде мағыналық түрі мезгіл, қашан деген сұраққа тал түсте, күндіз түні, ертең, бүгін, күні бойы. Осы екеуі сәйкес келеді. Ал мекен дегенге төменде, жоғарыда, алға, артта, сыртта. Келесі сын қимыл, ақырын, тез, әрең, етпетінен жаңаша. Келесі тапсырмаға көшейік. Бұл түсінікті деп ойлаймын. Осылай сәйкестендіріп алайық, есімізді сақтап алайық. Келесі бесінші тапсырма. Жұмақты көшіріп шешуін тап дейді. Күндіз білінбейді, түнде күлімдейді. Күндіз ол жоқ болады. Ал түнде күлімдеп шығып тұрады екен.
Әрине бұлай, иә балалар. Істелер тауып, істеу екен дәлелде дейді. Бұл дәлелдеу үлгісі. Осы арқылы дәлелдейміз. Мен сіздерге қазір 5-ші жаттығуды жазғанымды көрсетейін. Міне, бұл мына жерде сұрақтан жаздым. Қашан екеуі жауабы ай. 6-ші жаттығу шығармашылық үзіліс. 6-ші үш себеттің әрбіреуінің ішінде атына сәйкес келмейтін істеулер кездеседі. Солардың өз себетіне сал де. Соларды өз себетіне сал. Қазір мен сендерге салып, өзім бүйтіп себеттердің суретін салған жоқпын, жай ғана бүйтіп сызықша қойып жаздым, сызықша арқылы. Балалар, оларды осы мезгіл мекен осы мен неме істеп қойдым ғой, соған неместетіп, осы үлгі арқылы істейміз. Балалар, алдына жерде міне мезгіл кеше, қазір, алда, былтыр. Мекен жоғары, төмен. Сын қимыл ақырын, ескіше, қазақша. Түсінікті деп ойлаймын тапсырмалар. Ал балалар, мен және кейбір тапсырмаларды көрсетпей жатсам, кешіңдер, менің және телефонымда кішкене ақау болып қалды. Негізі көрсетіп жатсам немесіңдер. Ал балалар, осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар, ертең осы 122-ші сабақты көрсетемін. Алыншы сау болыңдар, сабақ өте сендерге түсінікті бол деп ойлаймын. Алыншы сау болыңдар, ережені дұрыстап жаттап алыңдар, сабақтарына дұрыстап қатысыңдар. Сендерге тілерім, сабақтарыңды беске қойыңдар. Ал ендеше сау болыңыздар, видеоға лайк басып кетіңіздер.